Ассалаумағалейкум. Мен өзімнің ана тілімде қазақша бір қазақ кісіге сөзімді айтып еш түсіндіре алмадым. Мақалдатып та айттым, жұмбақтап та айттым, астарлап та айттым, өлеңдетіп, жырлап айттым, күліп айттым, жылап айттым. Түсіндіре алмадым. Қысқасы, түсіндіру мүмкін емес. Сондай болады екен өзі. Мүмкін емес түсіндіру. Түсінбейді. Күйіп баратыр. Түсінбегеннен. Сол кезде ана сөз есіме түсті. Бәрін түсіндіруге болады, бірақ бәріне емес деген. Сол сөз сап етіп есіме түсті да, сенікі дұрыс қарағым деп, теріс бұрылып кетіп қалдым. Сіздерде сондай бола ма? Ондай кісілер біздің арамызда өте көп. Ол кісілер аман болсын енді. Енді біз ондай кісілерге жүйкемізді құрта беретін болсақ, тез таусылып қалады екенбіз. Айтады ғой, аурудың бәрі жүйкеден деп. Жүйкенің барлығы ойдан дейді. Енді ой қайдан келеді? Ой сізге бәрібір болмағандықтан келеді екен. Енді осы бәрібір болмағандық бекершілдік екен ғой. Себебі өзімізді өзіміз құртады екенбіз. Сондықтан өзімізді өзіміз сақтайық, жүйкемізді. Өйткені өмір бізге керек. Сіз жайында сіз өзіңіз ойламасаңыз, басқа ешкім ойламайды екен. Ешкім ойламайды екен. Осыған көзім жетті. Сондықтан аман болыңыздар. Өз жүйкелеріңізді өздеріңіз сақтаңыздар. Сырымды Атылдан айтқан екен, сіз өте сөзге шебер адамсыз ғой, шешен адамсыз ғой. Сізді жеңетін адам бар ма деп. Сол кезде Сырымды Атыл айтты, менікі дұрыс деген адам мені күнде жеңеді деп. Сол секілді бізді күнде жеңетін адамдар жан-жағымызда өте көп. Сондай кісілерге жүйкемізді құртпайық дегенім ғой енді. Аман болыңыздар, бай болыңыздар, қуатты болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын.